жерге тоқтадық? Бір жаңағы деэмульгаторға келіп түседі дедік, иә? Онда жаңағы мөлшері, судың мөлшері 8-10 есе азаяды дедік, иә? Одан кейін мұнайымыз екінші, екі деген екінші сатылы жаңағы E2 электродегидратқа келіп түседі, иә? Енді бұнда тазалану процесі қайталанады. Осы E2 жаңағы электрогидратқа түспес бұрын мұнайға таза су құйылады. Бұл процестерден кейін жаңағы тұзсыздандырылған мұнайымыз мына E2 электродегидраторынан жаңағы Т1 жылу алмастырғыш арқылы мінекей мынадан шығып жаңағы Т1 жылу алмастырғыш арқылы суытқышқа өтеді, яғни ары қарай резервуарларға құйылады. Ал мына электрогидраттардан бөлінген су астыңғы бөліктерінен шығып, мына E1 деп тұрған мұнай жаңағы бөлгішке қосымша тұндырылуға жіберіледі. Енді бұндағы бөлінген жаңағы мұнай шикізат насосының жаңағы шикізат насосқа қарай тартылып, ал су, мына жақта тұнған су канализацияға ағызылады. Яғни ары қарай тазалауға жіберіледі. Суымыз енді тазалауға жіберіледі. Енді ары қарай технологиялық режимдердің көрсеткіштері. Жаңа технологиялық көрсеткіштерін айтқан жоқпыз, иә? Жаңағы мұнайды қыздыру температурасы 130-140 градус Цельсий болады. Жылу алмастырғыштарда қыздыру Т1 дегенде, иә? Одан кейін электродегидраторлардағы қысым, яғни бірінші сатыда 1,6 мегапаскаль, ал екінші сатысында 1,2 мегапаскаль қысым болады. Электроаралық кеңістіктегі жаңағы кернеу, екі электродегидратордың арасындағы кернеу 33 киловольт. Ары қарай жуатын жаңағы су шығыны бірінші сатыда 5% су шығыны кетеді, екінші сатыда 3% кетеді. Судың мұнайдағы мөлшері электр жаңағы дегидраторға дейінгі, яғни электр тұзсыздандырғыш қондырғысына дейін 1% болса, яғни электр тұзсыздандырғыш қондырғысынан кейін 0,1-0,15% болады. Ал тұздардың мөлшері миллиграмм на литр дедік қой, иә? Мөлшері электр тұзсыздандырғышқа 1800-ге дейін жетсе, ал электр тұзсыздандырғыштан кейін 5-ге дейін болады екен, иә?
электр тұзсыздандырғыш қондырғысының негізгі аппараттары мына E1, E2 деп отырғандарымыздың негізгі аппараттары бұл электродегидраторлар. Олар яғни электродтармен жабдықталған, иә. Және оларға жоғары айнымалы ток қосылады. Олардың үш түрі болады: вертикальді, шар тәрізді және горизонтальды түрлері болады. Мына суретте вертикальді электродегидратор. Бұның жаңағы цилиндрінің диаметрі 3 метр болады, биіктігі 5 метр, көлемі 30 метр куб. Өнімділігі аз, яғни 25 метр куб сағатына. Және температурада жеткілікті жаңағы дәрежеде жоғары көтерілмейді. Келесі түрі шар тәрізді электродегидратор. Шар тәрізді электродегидратордың диаметрі 10,5 метр. Ал көлемі 600 метр куб. Өнімділігі 300-500 метр куб сағатына. Қысымы 1 мегапаскаль. Енді бұл шар тәрізді электродегидраторлар өте үлкен, өте үлкен, және бұларды жасауға жаңағы металл шығыны көп болады. Келесі түрі горизонтальды электродегидратор. Горизонтальды электродегидраторлардың қысымы 1,8 мегапаскаль болады. Температурасы 160 градусқа дейін. Диаметрі 3-3,4 метр. Және көлемі 80-160 метр куб болады. Аида, мұна тапсырмаларды жазып ал. Негізі осымен лекция бітті. Мұна лекцияны жазып ал, тапсырмаларды. Сосын қазір переменға шығайық, одан кейін 12-де кіріп, жаңағы бізде практика ғой, соған мына есепті шығарып көрейік, Сен шығарасың бұна есепті. Практикада. Онда барып демалып кел. Звугын өшіп тастап, барып демалып келсем болады. Шығып не обязательно, Шықпай қой, просто звук отключи и все.
Так, Аида.